Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен бүгін сіздерге қамырдан жасалатын өте дәмді, жұмсақ тамақтың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл тамақ сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, үлкен кішіге бірдей ұнайтын керемет дәмді тамақ. Менімен бірге жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып кетіңіз. Ал ендеше бісмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен суымызға бір кесе шай кесе судан бір зуала қамыр шығады. Мен 2 зуала істеймін. Осы 2 зуала қамырдан 4 лист орама нан тамағымыз шығады. 2 кесе суға 1 жұмыртқамен 1,5 шай қасық тұзымызды қосып, тұзымызды ерігенше кішкене араластырып жібереміз де, қажетінше ұн салып, ұнды қажетінше саламыз. Өздеріңіз қамыр илегенде байқайсыздар ғой, қолға жабыспайтын, аса жұмсақ емес, аса қатты емес, орташа қамыр илеу қажет. Бешбармақтың қамыры сияқты. Өздеріңіз байқайсыздар ғой. Осылай ұнды керегінше салып отырып илейсіздер. Қатты болып қалмасын, жаюға қиын болады. Қолыңызға жабыспайтын жұмсақ қамыр болса жеткілікті. Осылай ұнымызды салып, қамырымызды илеген соң, қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бетін жауып қоя тұрамыз. Ол аралықта біз ораманың ішіне салатын заттарын тураумен айналысамыз. Міне менде дәл осындай 2 зуала қамыр шықты. Егер қамырдың үлкен кішісін өздеріңіз байқайсыздар ғой, менікі үлкен, зуалам оқтау да менде үлкен. Егер сіздер кішірек істейтін болсаңыздар, кіші шай кесемен құйыңыздар суды. Бізге керегі ішіне салуға ет, сиыр етін алдым мен, пияз, картоп керек. Етімізді, картопымызды, пиязымызды барлығын осылай көбіктап, орташа ұсақтықта турап аламыз. Картопты да дәл солай 4 бұрыш көбіктеп турап аламыз. Етімізді де дәл солай ұсақтап, 4 бұрыштап турап аламыз. Келесідегі менің видеоларымды өткізіп алмау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Қолдауларыңызға рахмет. Етімізді турап алып, сосын бұл заттарды турап алған соң тұзын саламыз өздеріңіздің қалауларыңызға сай. Мен 1,5 шай қасықтай салдым. Сосын зира, кептірілген укроп және қара бұрыш қостым. Дәмдеуіштерді өз қалауларыңызға қарай қоса бересіздер. Қатып қалған қағида жоқ, қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Енді ұнымызды жайып аламыз оқтауменен. Жаңағы турап алған заттарымызды қоя тұрамыз. Ұнды, қамырымызды жайып алғанға дейін. Оқтауменен жұқартып жаямыз. Қамыр жұқа, барынша жұқа болғаны дұрыс, әдемі шығады. Қаншалықты жұқа жая аласыз, солай жұқартып жайып алыңыздар. Тамағыңыз дәмді болып, әдемі болып шығады. Жұқа жайылса, барынша жұқа жайылса. Мінеки дәл осылай қамырларымызды. Сосын бұл жайып қойған қамырымызды бөлек емес, осы үстелдің үстінде тұрса да болады. Бетіне май жағамыз, бетіне жұқартып май жағып шығамыз, кәдімгі сұйық майды жағып шығамыз.
Ол аралықта қамырымыз үстелдің үстіне жайылып тұр. Бұл аралықта біз алдымен жаңағы тураған заттарымызды жақсылап араластырып, тұзын барлығын араластырып, біркелкі етіп, сосын мына листтарымыздың үстіне май жағып шығамыз. Қамырды қойған кезде жабысып қалмау үшін. Содан кейін барып жаңағы жайып қойған, дайындап қойған қамырымыздың бетіне осылай жұқартып, сұйық майымызды жағып шығамыз. Қолмен немесе кесішканың көмегімен осылай жайып шығасыздар. Сосын осының үстіне жаңағы тураған заттарымызды екі бөлікке бөліп, бетіне жұқартып, сеуіп шығамыз. Майымызды жағып алдық, бір тегіс етіп мына заттарымызды екіге бөліп, осылай жайып шығасыздар. Бір келкетіп шет жақтарына, барлығына бір келкетіп жайып шығамыз. Сосын осы жайылған соң қолымызбен дұрыстап жайып жібересіздер. Сосын осы қамырымызды рулет сияқты ораймыз. Осылай рулет сияқты тең жартысына дейін ораймыз. Түгел орасақ, енді менікі қамырым үлкен ғой, көріп тұрсыздар, ол тым қалың болып кетеді. Піскенде қиын болуы мүмкін, жеуге де ыңғайсыз болады. Сондықтан мен ортасынан екіге бөліп пісіремін осылай ораманы. Міне ортасынан бөліп орап алдық рулет сияқты. Енді жаңағы май жағылған листімізге осылай қамырымызды тізіп орап шығамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Екінші зуала қамырымызды дәл солай жайып, бетіне май жағып, қамырдың бетіне май жағып, жұқартып, сосын заттарымызды осылай салып, бұны да тура бірінші қамыр сияқты рулет етіп орап, ортасынан бөліп, листімізға салып, қайнап тұрған суда, оған дейін айтпақшы, сіздер қамырды жайып бастаған кезде кастрюльге, мантоварканың кастрюліне су құйып, отқа қойып қойды ұмытпаңыздар. Кешіріңіздер, мен оны алдын ала айтуды ұмытып кетіппін. Қамырды жайып бастағанда уже суық су құйып, отқа қойып қою керексіздер. Су қайнап тұрсын. Мына қамырымыз дайын болып, рулет сияқты ораған кезде, чтобы сразу отқа қойып, суымызға қойып, пісіріп алу үшін. Суымыз қайнап тұр, мінекей, жартысына жеткізбей, осылай кішкене 2 литрдай су құйып, қамырымызды қойып, 50 минут пісіріп аласыздар. Орташа жанып тұрған отта, аса баяу отта емес, орташа жанып тұрған отта 50 минут пісіріп аласыздар. Тамағымыз өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер де әрине жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қолдауыңызға рахмет. Сау болыңыз.